3 этажда терезелери жок ток көзүнөн айрылган жерден пайда болдуңуз. Алдыңызда 3 эсик тур. Биринчи эсикте сизди улуу жылан күтүп турду. Ал экинчи эсикте сизди маньяк күтүп турду. Ол ток аркылуу сизди өлтүргүсү келди. Ал үчүнчү эсикте сизди 3 күн бою тамагыңыз менен жолбарыс күтүп турду. Ал вакыт келди. Siz qaysi tandaysiz? Dostlar, vaqt bitdi. Yana da osmonda videolar chiqarganda qolsangizlar like bosing. Sizga durish javobini topgan bo'lasizlar, bu manyakka qandaykin bo'lasizlar, өйткені oda to'q ko'zi yo'q, sizlar onu sinmay oladi. Qashib ketadigan bo'ladi, sizlar o'xshatib qo'ygansizlar, like bosing. Екінші сұрақ. Bir avtobus kelib жатты, оның ішінде адам болған жоқ. Bir аялдамада 3 адамды мінгізіп алды. Ал екінші аялдамада 7 адамды мінгізіп алды. Ал үшінші аялдама 3 адамды мінгізді, 4 адам түсіп кетті. Қанша адам қалды? Сіздер бұны есептемей табып алуыңызға болады. Уақыт кетті, ойлаңыздар. Өте оңай сұрақ. Уақыт аяқталды. Дұрыс жауабын тапсаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Дұрыс жауабы 9 адам. Келесі сұрақ 3. Бұл жерде ұқсас заттарды табуларыңыз керек. Суреттерге анықтап қараңыздар. Уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Бұл жерде 2 жаңғақ болатын, ал келесі суретте сіздер смайликтердің ұқсасын табу керексіздер. Ал ұшқыр болсаңыздар табыңыздар, тапқан болсаңыздар лайк басыңыздар. Ал бұл жерде 2 күліп тұрған смайлик болады. Ал келесі видеода жапырақтардың ұқсасын табу қажет болады. Ұшқыр адамдар бұны өте тез табатын болады. Бұл жерде жауабын дұрыс тапқан болсаңыздар комментарийға қалдырып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Ал бұл жерде кім тірі қалады, соны таба беріңіздер, уақыт кетті. Бұл жерде ең соңғы адам тірі қалатын болады, нәтижесін көріңіздер. Сіз де солай ойнасаңыз, лайк басып кетіңіздер. Келесі логикалық сұрағымызда дәл солай, кім тірі қалады? Если тапқан болсаңыздар, лайк баса кетіңіздер. Ол өте маған маңызды. Және жаңа видеоны күтсеңіздер де лайк баса кетіңіздер. Келесі сұрақ. Bir қалада қатты дауылып назарға ұрған кезде бір адам өз үйінде қайтыс болып кетті. Оны біреулер қасақана өлтірген. Оған 3 күдікті пайда болды. 3 күдіктінің біреуі сол үйдің бастығы болды. Ол күні басқа жақта қыдырып жүргенін айтқан болады. Ал екіншісі оның әйелі. Ол кезде сүйікті киносын көріп отырғанын айтты. Ал үшіншісі оның баласы. Ол достарымен далада ойнап жүргенін айтты. Қайсысы оның қылмыскер екенін табыңыздар. Тапқан болсаңыздар комментарий қалдырып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Ол маған өте маңызды. Дұрыс тапқан боларсыз, өйткені оның әйелі. Ол күні өйткені свет болмаған, ол қалай сүйікті киносын көре алады. Ал
Ал жаңа видеону көргүлөрүңүзгө және осындай болгон